Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз Facebook'қа қалай кіреді деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Көбісі біле бермейді Facebook'қа қалай кіретінін. Бәрі ВКонтакте үйреніп қалған, WhatsApp'қа, Instagram'ға, Facebook'ты бәрі қиынсынады. Негізінен жаңалықтың бәрі, оқиғаның бәрі осы Facebook'та. Көп блогерлер, журналистер осы Facebook'та отырады. Негізі жетілудің, көп ақпараттанудың жолы осы Facebook деп айта аламын. ВКонтактеге кірсек, ВКонтактеде ответы, новости, ответы, сообщения, друзья, группы дегендер болады. Facebook'та да дәл осындай. Басқалай тұрады да. Мысалы, мынау глобустың сурет тұрған, бұл ответы. ВКдағыдай бұнда кім лайк басты, кім саған комментарий жазды. Сондай барлығы осы жерде тұрады. Ал ВКдағы новости болса, новости мынау бағанда. Кім қандай посттар шығарды, блогтар шығарды деген сияқты. Біреулер өздерінің оқиғаларын жазады, суреттерді осылай әдемілеп суретіп қояды. Мысалы, Бейсен Құранбек ағамыз мына суретке бір өзінің ойын жазған сияқты. Астында комментарийлар болады, осындай лайк басуға болады. Негізі Facebook'тың бір артықшылығы, мындай посттарға өзіңнің бір реагировать дейді негізі. Қалай саған әсер етті, сондай былайынан супер деген жүректің сурет тұрады, күліп атқан сурет тұрады, таңғалған, ашуланған, осындаймен өзіңнің саған қалай әсер еткенін білдіртуге болады. Екінші, өзіңнің бетіңді мына жерден табуға болады. Страницаң дейді. Facebook өзіңе кіресің. Мына жерде друзьяларың, блог жазсаң, блогтарың, суреттерің тұрады. Мына жердегі суретке бұл негізі өзіңнің жеке бір күнделігің сияқты. Мынау мысалы ручканың суретіңдей бір. Бұл кітап болса, мысалы, сол кітаптың ең бірінші беті. Ал мына сурет болса, бұл кітаптың екінші беті деген сияқты. Ал ішіндегілері бір өзіңнің жазған күнделігің, мына күн мынандай болды, неге деген сияқты. Одан кейін сохраненный деген болады. Бір пост, видео ұнаса, өзіңе сохранить етіп алуға болады. Ол қалай болады? Мысалы, бір мынадай кішкене бір белгішені бүйтіп басып, сохранить публикацию деп мынаны басу керек. Содан кейін мына жақтан кіріп, үш сызықша тұрған сохраненныйға кіріп, мына жерде тұрады барлығы. Қазір кішкене загруз көп шықпай жатқан күні. Екінші, друзьяларды қалай қосу керек. Друзьяға кіріп, контактыдағы друзьялар, рекомендациялар, кімді ұсынады деген сияқты. Сондай. Бұл да бәрі ВКдағы сияқты. Негізі ВКны білсе, Facebook'ты бір 2 күнде үйреніп алуға болады. Негізі көбісі білмейтіндер көп қиналады негізі. Группалар. Мынандай группа Сапал Қазақ, атамның басы-ай, атада қызық өзінің, жұрт не демейді деген, не дейміз енді деген группалар қазір танымал. Көп адамдар осы посттарын, өздерінің әңгімелерін осы группаларға шығарады. Осы Facebook ондай қатты қиын емес. Танымалдылыққа, өздерінің посттарын шығаруға, жазуға бір қабілетің болса, осы Facebook'тан бастаса, кейін ары қарай дамып кетеді деген ойдамын.
көргендеріңізге рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар білмейтіндерге. Фейсбукқа кіріңіздер,